Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бірінші топқа бөлініп алайық. Үйрексіздер берген осы жерден әрқайсымыз бір номер балалар, топқа бөлініп алдық, енді сабағымызды бастамас бұрын психологиялық жағында ахуал қалыптастырып алсам деп тұрмын. Яғни кубизм әдісі арқылы психологиялық жағында, яғни қазір сендерге кубик беріледі, соны лақтыру арқылы мынаның әр бетінде әртүрлі суреттер берілген. Бұл жерде мысалы бірінші суретке қарайтын болса, мысалы смайлик берілген, күлімсіреп. Бұл жері егер түссе, бәріміз күлімсіреп, бірін-біріне сәттілік тілеп келесі оқушыға бересің. Келесі оқушы қайта лақтырады. Егер де мысалында табиғаттың сурет түссе, табиғат туралы бір жақсы сөз айтады. Немесе, мына жақта биология символы, егер осы сурет түссе, биология пәні саған несімен қызықты, соны айтасыңдар. Одан кейін тағы бір лақтырғанда, егер де мына адамның бейнесі түссе, кез келген адамның организмі туралы өз білгендеріңді айтасыңдар. Және де ең соңында егер мынандай смайлик түссе, бүгінгі биология сабағында қандай білім, не үйренгілерің келеді, не күтетіндеріңді өз ойларыңды айтасыңдар. Түсінікті ме балалар? Жақсы. Саған биология. Яғни сен бүгінгі биология жалпы биология пәні саған несімен қызықты? Тіршілік иелеріне таныс. Жақсы, өте жақсы. Бекзат жалғастыра ғой. Тамаша, саған табиғат. Енді сен табиғатты аялау үшін қандай ережелерді ұстанасың? Табиғатты аялау үшін біз қоқыс тастамауымыз керек, және де оларға қарап күтім жасап тұруымыз қажет. Жақсы, өте тамаша. Бір сөзден ғана аяғаламыз. Жақсы, бүгінгі сабақта? Мен бүгінгі сабақта адамнан зәр қалай шығады, соны білгім келеді. Жақсы. Қызына сурет. Жақсы, ағза дейді. Адам ағзасын кез келген бір мүшесі туралы айта аласың ба? Адам ағзасында бүйрек, адам ағзасындағы бүйрек биологиялық тұрғы ретінде сүзгі болып табылады. Адам бүйрекпен бүйрексіз 30-40 минутсыз өмір сүре алмайды. Жақсы, өте тамаша. Келесі мөлдір жалғас. Биология. Мен биологияда бүгінгі тақырыптағы бүйрек, зәр шығару сияқты мүшелерден танысым. Жақсы, жарайды. Табиғатты қорғау, аялау ретінде қандай ұстаным айтар едің сен сыныптастарына? Табиғатты ластамау, әр жерге қоқыс тастамау. Жақсы балалар, психологиялық жағында ахуал қалыптастырып алдық. Енді балалар өткен білімді еске түсіру мақсатында мен де сендерге қазір Wordwall платформасында сілтемені жіберем. Сол сілтемеге кіріп, барлығымыз жауап береге. Жібердім балалар, ашамыз. Қателіктер болып жатты, болашақта сол қателіктермен жұмыс жасалды. Тыныс алу жүйесі жайлы есімізге түсірдік. Балалар, өткен тақырыпты еске түсірдік. Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай сабағымыздың? Қандай деп ойлайсыңдар? Біз неге осы бүйрек арқылы топтарға бөліндік? Қай мүшеменен танысамыз деп ойлайсыңдар бүгінгі сабағымызды? Бүйрек, яғни қандай? Зәр шығару жүйесімен танысады. Яғни балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, жаңа өздерің айтқандар, шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы, бүйректің құрылысымен танысамыз. Сабақтың мақсаты адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысымен, қызметімен және бүйректің құрылымдық бөліктерімен танысамыз. Балалар, дәптерлеріңді ашып, кітаптарында тақырыпты жазғасаңдар, 28-ші
тақырыпта шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы. Дәптеріңізге түркбалаға керекті ақпараттар тізімге. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші видеоға назар аударсақ. Бұл заттарды ағзадан шығару өте маңызды. Зәр шығару жүйесі осы процесті қамтамасыз ететін негізгі жүйелердің бірі болып табылады. Есеп шығару өзегі кіреді. Әрбір мүше ағзадан қалдық заттарды шығаруда өзіндік рөл атқарады. Бүйрек қанды сүзіп, зәр түзуші мүше. Несеп аға бүйректен түзілген зәрді қуыққа тасымалдайтын түтікше. Зәр ағзадан сыртқа шығарылады. Бүйрек бұршақ тәрізді мүше, оның сыртқы қабаты қыртысты қабат, ал ішкі қабаты милы қабат деп аталады. Милы қабатта бүйрек пирамидалары орналасқан. Бүйректің ішкі жағында бүйрек астаушасы бар. Бүйректің негізгі құрылымдық және функционалдық бірлігі нефрон. Әрбір бүйректе миллионға жуық нефрон болады. Нефрон қанды сүзіп, зәр түзу процесін жүзеге асырады. Зәр шығару жүйесі ағзадағы су-тұз тепе-теңдігін реттейді. Ол қаннан артық суды, тұздарды және метаболизм өнімдерін шығарады. Бұл Жақсы, енді мен тағы қосымша сендерге мағлұмат беруге кеткім келіп тұр. Яғни, зәр шығару жүйесі адам ағзасындағы өте маңызды жүйе болып табылады. Себебі зәр шығару жүйесінің ең маңызды қызметтері қандай екен? Ол біздің ағзамызда тазарту қызметін, реттеу қызметін және зәр шығару жүйесіне бізде бүйрек, макетке де қарасақ болады, бүйрек, несебағар және зәрді уақытша жинайтын орын, қуық жатады екен. Маған бәріміз мұқият назар аударамыз, тақтада да мына жерде де көрсетіп тұр. Яғни, адамның бел омыртқасы тұсында орналасқан екі жақты оң және сол жақ мүшеден тұратын сыртқы пішіні үрме бұршақ тәрізді болып келген мүшені біз бүйрек деп атаймыз. Яғни бұл бізде зәр шығару жүйесіне қатысады. Енді бүйректің құрылымы қандай? Яғни ол сыртқы қабаттан және ішкі бөліктен құралған. Яғни сыртқы бөлігін біз қыртысты қабаты және ішкі қабатын милы қабат деп атап отырамыз. Бүйректің негізгі құрылымдық бөлігін бізде нефрон атқарып отырады екен. Нефрон ағзаның тазарту процесіне қатысады және де ең кіші құрылымдық функционалдық бөлшек болып табылады. Ал балалар, мен жаңа айттым, қос бүйректен кейін біздің зәріміз қайда барады дедім? Бүйректен кейін несеп ағарға барады деп айттым. Несеп ағар дегеніміз балалар, бұлшық етті түтікшелі мүше болып табылады. Яғни оның ұзындығы 25-30 сантиметрді құрайды. Ол не істеді? Бүйректен қуыққа зәрді не істеді? Тасымалдап отырады екен. Және де қуыққа зәр барғаннан кейін бұл жерде қабырғалар жиырылып зәрді уақытша тоқтатады. Яғни зәрді уақытша жинайтын орын деп айтсақ болады. Одан кейін зәріміз бізде ары қарай несеп шығару өзегі бойымен сыртқа шығарылып отырады. Сонымен зәр шығару жүйесінің адам өмірінде маңызы қандай екен? Орасан зор екен. Жалпы зәр шығару жүйесі адам ағзасында тұрақтылығын ұстауға және де бүйректің басқа мүшелеріне жұмыс жасауына өте маңызды жүйе болып табылады екен. Енді балалар, қалай ойлайсыңдар? Зәр шығару жүйесінің қалыпты жүруіне, бүйректің дұрыс жұмыс жасауына не істеуіміз қажет? Әр адам. Қалай ойлайсыңдар? Салауатты өмір салтын сақтау үшін, ауырмас үшін не істеу қажет? Бүйрек ауруларына ұшырамас үшін. Ойларды айта қойыңдаршы. Суды
тұрып орныңыздан тұрып айта ғой. Ауруларды алдын алу үшін суды керекті мөлшерде ішу керек. Тағы да не айта аласыздар? Майлы тамақтардан және де тұзды тағамдардан және де зиянды алкоголь заттардан алшақ болу керек. Өте жақсы. Балдар, бүгінгі зат шығару жүйесі, бүйректің құрылысы түсінікті ме сендерге? Жақсы, ендеше мына макетке шығып, кім зардың зат шығару жүйесін түсіндіріп өтеді? Бекзат шыға қойшы. Мысалға мынау зәр, оны шығарылаттағы, ол бүйректен шығып, ол екі несеп ағардан шығып, уақытша зәр жинау қуыққа барып, содан сыртқа шығарылады. Өте жақсы, отыра ғой. Бүгінгі сабағымыз түсінікті ме? Жақсы. Сабағымыз түсінікті бойынша, бүгінгі сабақ бойынша сендерге мен тапсырмалар әзірлеп алып келдім. Сол тапсырмаларды орындаймыз. Ол үшін мен қазір ең бірінші топтық тапсырма бергім келіп тұр, топтық жұмыс. Ол үшін әр командадан бір-бір адам келіп, мына жерде конвертте жасырылған тапсырмаларды ала қойыңдар. Жылдам шығып отырғышты. Ал осылардың атын тапсырмаларын оқи қойыңдар. Бірінші топ басына қой. Бүйректің құрылысы мен рөлі. Жақсы, бүйректің құрылысы мен рөлі. Екінші топ сіздерге не берілді? Біздің топқа зәр шығару жүйесі, зәрдің шығаруын түсіндірілді. Жақсы, қазір үшінші топ сіздерге қандай тапсырма берілді? Функциялық сауаттыққа арналған тапсырмаларды орындау. Жақсы, қазір сендерге тапсырмаларымды берем. Ал балалар, бірінші топ сендерге бүйректің құрылысы, яғни мына жерде мысалы бүйректің макеті берілген. Осы бүйректің ішкі құрылысы мына суреттерге орналастырып жазып қорғайсыңдар, топ болып жұмыс жасайық. Екінші топ сіздерге берілді, зат шығару жүйесі. Яғни мына жерде сендерге зат шығару жүйесі берілген. Яғни осы жерде зәр қалай түзіледі, зәрдің түзілу жолдары қандай? Соны мынаны жүргізіп отыру арқылы түсіндіріп айтамыз. Ал үшінші топ сіздерге берілген тапсырма, сіздерге берілді функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырма дейді. Яғни мына жерде сендерге жағдаят берілген мәтін. Осы мәтінді мұқият оқисыңдар да, астында сендерге 3 сұрақ берілген. Осы 3 сұрақты оқып, жаңағы сұрақтарға жауап береміз. Топ болып дайындаламыз. Ал кет. Жақсы, бірінші топ аяқтапты, сендер екі топ. Тамаша. Ендеше балалар, мен жаңағы бағалау дескрипторларын айта кеткім келіп тұр. Егер әр дұрыс ұпайға 1 балдан беріледі, яғни топтар өзара бір-бірімізді бағалап өтсек. Берілген тапсырма бүйректің құрылысы мен рөлі. Бүйректің біріншісі қыртысты қабат дегеніміз ол міне қоңыр түсті. Екіншісі бүйрек пирамидалары, мынандай жіңішке жіпшелер болады. Үшінші бізде емізгішелер болып табылады. Төртіншісі бізде кіші қостағаншалар, олар біздемен осы екеуі, осы, ал содан кейін бүйрек қақпақшасы, олар міне осы. Бізге берілген тапсырма зәр шығару жүйесін, зәрдің шығуын түсіндіру болған. Бүйректе зәр жиналады, одан кейін қос несеп ағардан өтіп қуыққа жиналады. Қуықта шамамен 500 мл-дай зәр сияды. Зәр толған кезде миға сигнал береді. Біздің топқа берілген тапсырма ол жағдаят. Бұл жерде бізге мәтін берілген, сол мәтінге 3 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: айданада байқалған белгілер қай өлшеммен байланысты? Жауабы: бүйрек. Себебі зәрдің қоюлануы мен бұл түсінің ауыруы бүйректің сүзуімен және зәр түзу қызметінің бұзылуымен байланысты. Екінші, бүйректің қаннан зиянды заттар түсуге жауапты құрылымдық бөлігі. Не екен ол?
нефрон. Нефрон екен, жақсы келесі. Айдананың жағдайын жақсарту үшін екі себеп оқы. Күні бойы жеткілікті мөлшерде су ішу тәртібін қалыптастыру. Таза су аздан аз, бірақ жиі. Зәрді ұзақ уақыт ұстамай, уақытында зәр шығару. Және тұзды тағамда шектеу. Бұл бүйрекке түсетін жүктемені азайтады және зиянды заттардың уақытында шығаруын қамтамасыз етеді. Яғни суды көп ішу керек екен, зиянды тағамдардан, тұзды майды тағамдардан не істеу керек екен? Бас тартуымыз қажет екен. Жақсы, отыра қойыңдар. Өте жақсы, белсенді қатысып отырсыңдар. Өте жақсы деген, жақсы деп бағалайды сіздерді жалпы. Балалар, келесі бізде тапсырма Learning Apps платформасы бойынша дайындалған ұялы телефондарында алып, QR-ға кіру арқылы тапсырманы орындасақ. Барлығымызда сілтеме ашылды ма? Жақсы, сілтемені аштық. Енді тағы түсіндіре кетейін. Мысалы, жаңағы Learning Apps несі бойынша, мысалы, үстінде белгі тұр ғой, қызыл, сары, жасыл болып. Сол белгіні бастақ астыңғы жағында мүшелер берілген. Осы мүшелерді алып бітіп орналастырасыңдар. Зәр шығару мүшелерін, зәр шығару өзге қайсысы, қуық қайсысы, бүйрек қайсысы, соны бітіп алып барып орналастырасыңдар. Және балалар, мен тағы осы жерде толғаннан мен Адинаға жеке тапсырма бергім келіп тұр. Сендер осы тапсырманы орындап берсіңдер, иә? Бүгінгі сабаққа Басбегол парақшалар таратылады. Осының астына өз пікірлеріңді жазасыңдар, аттарыңды жазып, бүгінгі сабаққа кері байланыс бересіңдер. Тез аты жөніңізді жазып. Артына жазамыз, а? Аха, артына жазамыз. Бүгінгі сабақта түсінікті, бәрі жақсы, ұнап, жақсы пікір қалдырсаңдар, жазып түскен. Егер орташа деңгейде түсінсек, көп түскен. Егер түк түсініксіз болып сұрақтарын қалып жатса, оны да мына қызыл банкоматқа салып кетеміз. Бүгінгі сабағымызға қатысып атсалысқандарына көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.